Құрметті достар, Арыс қаласында бүгін үлкен жарылыс болды. Арыста қазір паника, адамдар Арыстан қашып жатыр. Өте қорқынышты. Коллеги, опять что на карте? жарылды, вот смотри, жарылды. Твоя мать. Заезжаем на станцию Арыс. Коллеги, бізге кіріп барадық, аяқта жарылып отыр, коллеги. Аман болайық. Второй рейс гражданских эвакуируем. Нағын шығамайдым, коллеги. Қанша адам өлді, ана төбедегі түскенде көрдің бе? Мынаның өзі 10 бар. Куда? Куда, муха? Давай, женщин бери! Сука! Бери! Голову пригни, голову! Тате, жүріңіз! Жүріңіз, газ, отырғызамын. Тоқтат! Тоқтат, бе! Тоқтат! Ал кет, ал кет! Мародерлар үйлер мен жанармай станцияларын тонап жатыр деген сыбыстар тарап жүр. Заправкада ешкім жоқ шешесіз. Заправка кіресің. Нихуя ешкім жоқ нахуй. Амын шығарып кеткен. Қарсаңда шешесіз. Бензин құя бер ғой ерден. Короче, если я не выживу, то родители, я вас люблю. Бұл бірінші рет емес. 2009 жылы дәл осындай жарылыс орын алған Арыс қаласында 3 адам қаза тапқан және де 17 адам жарақаттанған. 2014 жылы тағы бір жарылыс Арыс қаласында орын алған. Оның салдарынан 2 адам қаза тапқан. Міне енді дәл осындай жағымсыз жағдай қайталанып жатыр. 10 жылдың ішінде барша апаттар ұқсас болған. Бұл нені көрсетеді? Жемқорлыққа белшесінен тапқан қорғаныс министрлігі осыған толығымен кінәлі. Осы министрлікте тәртіп пен адалдық болса, мұндай қайғылы апаттар бола бермейді. Менің талабым, халықтың талабы, осы апатқа қатысы бар барша деректерді дұрыстап зерттеп, апаттың себептерін қарастырып, осы апатқа қатысы бар адамдардың барлығын қатаң жауапкершілікке, яғни қылмыстық жауапкершілікке тартсын. Олардың барлығы кінәлі. Оларды соттау керек. Оларды түрмеге отырғызу қажет. Өйткені қазіргі уақытта, дәл қазір сол жерде Арыс қаласында көптеген бейбіт адамдар зардап шегуде. Барша кінәлі айыпты адамдар қылмыстық іске, яғни қылмыстық жауапкершілікке тартылсын.